Қызылорда облысы Шиелі ауданында мынау қазіргі таңда мынау мекеме басшыларына айтатыным, сіздер Құдайдан қорқыңыздар. Құдайдан қорқыңыздар сіздер. Мынау халыққа қиянат істей бермеңіздер. Мынау қазір қымбатшылық бір жағынан қысып жатыр. Екінші жағынан мынау жұмыссыздық. Тұрақты жұмысы жоқ, шарасыздықтан мынау жұмыспен қамту бөліміне барып тіркеліп, жаңағы қоғамдық жұмыс істеп жүрген кісілерге қиянат көрсете бермеңіздер. Мынау биікпін деп шіренбе, сен де бір қыз боласың дейді қазақта. Мына направление бермеймін, жолдама бермеймін, өйттің де бүйттің, акт толтыру, соңына түсу, соңына шамалып түсу деген доғарыңыздар. Мынау қоғамдық жұмыс істейтін кісілерге мынау мемлекеттік қазынадан да қарастырылмаған, әрқайсысының налогы төлеген, штрафы содан айлық беріледі. 85 мың айлық алатынбыз. Ол сіміздің ұшына да тұрмайды. Қалталарыңыздан беріп жатқан жоқсыздар. Құдайдан қорқыңыздар. Мынау Амангелді Шералыұлы сізге айтатын. Сосын мынау әскери мынау жөніндегі басшысы мынау Руслан Шәріпбаев деген кісі. Мынау Рушестегі басшылар. Біз отпуск алмаймыз, аванс алмаймыз, сіздер сияқты жаңағы миллиондап айлық алмаймыз. Бір жерде отырып алып. Мынау көше сыпыратын кісілер азаннан кешке дейін жер иіскемей жұмыс істейді. Мысалы, кеше мен көрдім, мынау авангардтың тас жолы, төңкерістің тас жолы сол жақтан бастайды, мына жақтан Рушес, до того молаға дейін барып тазалап сыпырып жатыр. Сіздер оның біреуінде істеп жатқан жоқсыздар. Кабинетте отырып шай ішіп, шире темекіні шегіп, міне. Мына аш бала тоқ баламен ойнамайды деп, осындай басшыларға бір жаңағы статья шығарса дейм, өйткені себебі мынау қазір халықтың жағдайы қиын, кредит бар баспасында, үй жоқ, квартирде жүргендер, мысалы 85 мың теңге алатынымыз. Оның өзіне жаңа жолдама бермейміз, өйттің бүйттің деп акты толтыру, айқай шу жатқан. Ешкім қалтасына беріп жатқан жоқ, әсіресе басшылар, әкімдер басшылар. Осы мәселе бойынша мынау жаңағы қиналып жүргендердің құқығын қорғау жөнінде мынау басшыларға күзет басып статья шығарса дейм, осы жұмыс берушілерге. Өйткені себебі мынау әптен жаңағы басымызға мініп таптап кетті. Амангелді Шералыұлы сізге айтатыным, мынау көшені сыпырып тазалап жатқан жоқсыз сіз. Бар бейнетін жаңағы биржадан жібергендер көріп жатыр. Құдайдан қорқыңыздар. Болмаса статьяменен бәріміз берейік сотқа сіздерді. Бір 5-6 басшыны соттатып жіберейік, сосын түсінеді. Болмаса өздеріңіз сыпыр, өздеріңіз әр субботникте шығыңыздар. Үттіртпектей беретін болсаңыздар. Тұрақты жұмыс жоқ, біз база бойынша жұмыссыз болып тіркеліп тұрмыз қазір. Прокурордың назарына ұсынам, КНБ-ның назарына ұсынам. Осы мәселені қадағалап, қиналған халыққа көмек беруін сұраймын.